Осыдан 35 жыл бұрын. Алло, мама, үйде біреу бар ма? Үйде ешкім жоқ секілді ғой. О, Дамашка. Дамашкада біреу сөйлескен бе? Алло, мама, қалайсың? Не істеп жатсың? Сен тағы да әлгі бауыржанның видеоларын қарап жатырсың ба? Ол видеоны қарама дедім ғой мен саған. Қызым, түсін. Ол видеоны егер қарамасаң, сені бөжейлер жеп қояды. Жақсы, мама. Мамамды қуып кетеді қаяқты бөжейлері. Яқта не деген дауыстар шығып жатыр? Кукла? Бұл не деген мағына? Мынау не деген суреттер? Не мынау? Ашыңыз есікті. Бірінші жалмауыз. Достар, егер де сізді осындай бөжейлер сіз жеп қоймасын десеңіздер, төмендегі менің досым Бауыржан арнасына тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта әлем бойынша жаңалықтар шығып отырады. Егер оның каналына мың подписчик жасаңыздар, ол өте қатты қуанады. Сілтемесі төменде, ал біз видеомызды бастаймыз. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге біз Альшар арнасы. Бүгін бізде тағы да жаңа бір киноға обзор түсіретін боламыз. Бұл кинода аты Первая ведьма. Бұл кино ұзақтылығы 1 минут. Қаяқтың 1 минуты? 1 сағат 35 минут. Бұл кино 2019 жылы жарық көрген. Біз бұны бірінші жалмауыз деп қазақшаға аударған болатынбыз. Режиссері Брэд Пирс. Ал енді көп сөйлемей, біз видеомызды бастайық. Кино бір ауылдық жерден басталады. Жалпы кинода мына баланы көріп отқандарыңыздай, бұл ең басты рөлдегі адамдардың бірі. Мен бұл баланың атын бүгін досыма пиар жасағандықтан Бауыржан деп қоямын. Бұл ешкімді мазақтағаным емес, жай менің досым аты Бауыржан болғандықтан бұл кейіпкердің аты Бауыржан болады. Және бұл Бауыржан бір ауылдағы орманның ішіне әкесі екеуі көшіп келеді. Және бұл бала пысықтығы соншалықты келе салысымен бір жұмыс және бір қыстау алады. Және кадр бірден басқа жаққа алмастырады. Бұл жақта бір отбасы ормандан аулап жүреді. Және сол жаққа бір қыздың баласы келіп, бір ағаштың түбіне бір нәрсе шақырады. Сол кезде ол бала не істейді? Не смей убегать от меня. Достар, ойлаңыздаршы, өмірімде бұны кино бірінші рет көріп тұрмын. Ондай адам тірі қалады ғой, басты рөлдегі адамдардың бірі тірі қалады. Сондай өмірде бірінші рет көріп тұрмын. Және ол отбасы осылай бұғын аулап келіп, үйіне әкеліп қояды. Және жаңағы әйел оны соймақшы болады. Және қолындағы арағын бұрттап, жаңағы бұғын сойған кезде ішінен бір нәрсе шығады. Уланып кеткен бұғы ма деп тастап кетеді. Және түн батқан кезде ол бұғын ішінен бір нәрсе шығады. Және ол шыққан құбыжық үйдің подвалына бір нәрсеге кіріп кетеді қысқасы. Және түнде анасы баласын қарауға барған кезде сол сәби жатқан жерде сәби болмайды. Және сол сәби жататын төсектің астына жаңағы құбыжық анасы тартып алады. Және жаңағы басты кейіпкер Бауыржан ол әйелден бір күдіктене бастайды. Және жалғыз Бауыржан емес, тіпті баласы да күдіктене бастайды. Анасы күнде әртүрлі қылықтар шығара бастайды. Сөйтіп баласы қорқып Бауыржан үйіне тығылып қалады. Сол кезде анасы келіп Бауыржанға айтады: "Сен мен балам тығып қойдың, мен оны осы жақта екенін білемін" деп шығар дейді. Және сол кезде әкесі келеді. Сөйтіп баласы әкесін көріп қуанып шығып кетеді. Бауыржан бұл жағдайдан кейін осы үйді зерттей бастайды. Баш жасамай мен олсам таятын ғой басқа жаққа баяғыда. Және ол күнде бір подвалдан жаңағы анасын шығып жүрген байқайды. Сол подвалдың құпиясын қатты ашқысы келеді. Және ол күйеуінің құлағында бір нәрсені сыбырлаған кезде күйеуінің құлағына қан ағады. Және Бауыржан жаңағы подвалға түсіп бар құпияны білгісі келеді. Және сол құпиядан бір бұғыға байланысты заттар көреді. Және кімнің басы айналып жатыр, солардың бейнелері жоғалып жатырғанын байқайды. Және де жаңағы қызының қарындасы ма, сіңлісі ма, қалай айтады, соны суретін жоқ болып жатқан көреді де оны құтқаруға барады. Және оны әлгі тал жұтып алады.
Сол кезде бауыржан басын тасқа ұрып алып үйге келеді және үйінде өгей анасының құбыжыққа айналып жатқанын байқайды. Және де барлығы оны жынды деп ойлап қалады. Және өгей анасы бүкіл полицейлерге құлағына бірнәрсе деп сыбырлайды. Және бауыржан оны байқайды, бірақ түк істемегендей болады. Сол полицеймен бірге еріп барады, ал полицей не істерін білмей өз-өзін атып тастайды. Сөйтіп, жаңағы бауыржан әкесі сол подвалдың ішіне қарағысы келеді. Және сол подвалдың құпиясын білгісі келеді. Сол кезде әлгі құбыжық келіп, әкесімен былай айтқанда қырылады. Сөйтіп әйелі әкесін өлтірейін деп жатырған кезде бауыржан келіп, сол өгей анасын атып тастайды. Және әкесі мен бауыржан қаша бастайды. Және сол кезде қашып бара жатырған кезде әлгі баланың дауысы шығады. Деді бауыржан сол дауысқа қарай барады. Сөйтсе әлгі талға алып келеді. Сол талдың түбінде құбыжық жатқанын сезіп, ол жаққа бензин төгеді. Сол кезде жаңағы қызы да келіп қалады. Сен не істейін деп жатырсың деген кезде, мен 5 минуттан кейін шықпасам осы талды өртеп жібер дейді. Бірақ бауыржан екі баланы да шығарады. Жаңағы көршісінің баласы және сол қызының сіңлісі екеуін шығарады да, өзі шығып бара жатырған кезде құбыжыққа ұсталып қалады. Және әкесі келіп, ол құбыжықты өлтіріп тастайды. Сөйтіп біраз уақыт өтеді және барлық тынышталады. Сөйтіп жаңағы бауыржанның қызының тәрбиешісі, сенің сіңлің бір суреттерді салады және ол айтады, бір талды өртеу керек еді деп. Сол кезде жаңағы бауыржан қызы тұрады, білмеймін ол не айтатынын дейді. Сол кезде бауыржан қызы бауыржан шығарып салады және бауыржан қолында бір пластмасс гүлді жіберген көреді. Бұл неге шын гүл жібермейді деп ойлап қалады. Сосын оның құбыжық екенін байқап қалады. Осылайша біздің киномыз аяқталады, достар. Так, соңына келетін болса, қысқасы жаңағы бауыржан қызы дейма, сол құбыжық айналып кеткен, жалпы жаңағы талды өртемегенде, сол құбыжық жаңа қыздың ішіне кіріп кеткен. Солай кино, білмеймін, бір бытыш па. Короче, кино осы жерден бітеді. Достар, бұл киноға жалпы баға берген кезде көп бағаламаймын, бірақ кино маған өте қатты ұнады. Егер қарағыларыңыз келсе қазір біз осы видеоның атын жазылып тұр, қысқасы сол жерден қарауларыңыз болады. Мен өте керемет кинолардың бірі, маған өте қатты ұнады. Мен бұндай киноны көп көрмеппін. Сюжеті, түсірілімі барлығы керемет. Мен бұл киноға 10 балдың 9 балын беретін боламын. Ал сіздермен бірге болған Әлшар арнасы, қош, сау болыңыздар. Come on.